Мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа жүйесі. Енді әлемнің кез келген нүктесінен мемлекеттік қызметке конкурсқа онлайн қатысуға мүмкіндік бар. Мемлекеттік қызметке кіргісі келетін үміткер ең алдымен e-қызмет.gov.kz порталында тіркеледі. Конкурстың әділдігін қамтамасыз ету мақсатында үміткерлердің аты жөні ID нөмірлер беру арқылы жасырылады. Үміткер осы порталдағы өзінің жеке кабинетінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік тілін және заңнамасын білуіне тестілеуден өту үшін бір күнтізбелік күн бұрын өтінім қалдырады. Тестілеу күні мен уақытын өз таңдайды. e-қызмет.gov.kz порталы арқылы тапсырылатын тестілеу бағдарламаларға бөлінбейді және нормативтік құқықтық актілердің саны 2 есеге қысқартылды. Үміткер тестілеу сұрақтарының 30-на дұрыс жауап берген жағдайда 1 жылға жарамды сертификат беріледі. Үміткер жүйедегі бос лауазымдар туралы хабарландырулармен танысып, өзі таңдаған конкурсқа қатысу үшін өтінім береді. Үміткер біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда жүйе оны конкурстың алғашқы кезеңіне өткендігі туралы хабардар етеді. Жоба негізгі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең жеке қасиеттерді бағалау кезеңі. Үміткерлер үшін жаңа іріктеу жүйесінде жеке қасиеттерін бағалаудан өту міндетті болып табылады. Екінші кезең мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын 2 тестілеу блогын құрайды. Өту шегі барлық 50 сұрақтың кем дегенде 10-на дұрыс жауап беру қажет. Эссе жазу. Көлемі 250 сөзден аспау қажет. Тапсырманы орындауға 45 минут уақыт беріледі. Үшінші кезең ол сарапшылармен әңгімелесу кезеңі. Жоғары балл жинаған үміткер автоматты түрде анықталады. Әңгімелесу бейне байланыс режимінде жүргізіледі. Конкурс комиссиясының мүшелері үміткерге жеке қасиеттері тұрғысынан жалпы сипаттағы сұрақтар қояды. Әр үміткермен әңгімелесу ұзақтығы 15 минуттан аспайды. Нәтижесінде конкурс жеңімпазы барлық кезеңдердің қорытындысы бойынша жүйемен анықталады және қажетті құзыреттерді бағалауға негізделген және нәтижелерді бағалау кезінде үміткерлерді ессіздендіру арқылы адами факторды болдырмайды. Мансаптық жолыңды құруды бүгіннен баста. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі.